сыныпқа да өттік. Биылғы оқу жылы басталды. Неге балалар кешігіп жатыр екен сабақтан? Жаңадан оқушы келіпті бізге. Бүгін жаңа оқушы бар екен. Так, кім бар екен списокта? Гүлназ бар екен, Медина. Медина не әлі сол. Кім? Кіре ғой. Гүлназ, сен ба? Иә. Келе ғой. Қалай Гүлназ, демалыстан жақсы өтті ма? 3 ай каникулда жақсы демалдыңдар ма? Иә. Сабаққа жақсы дайындалып келдіңдер ма? Оқимыз деп? Иә. Енді дәптерлеріңді, кітаптарын шығара бердіңдер, иә? Қазір бірінші сабақ, ағылшын сабағы. Басқа оқушылар не келмей жатыр әлі? Жоқ қой. Бұзық Медина деген қыз әлі сол бұзықтығын қоймаған ба? Жазда көріңдер ма бір-бірлеріңді? Көріңдер ма? Әлі сол бұзық па Медина? Жаңадан оқушы келеді екен бүгін бізге. Оның аты Қадиша. Білмеймін ол қандай оқушы екен. Көреміз енді. Так, сен кітаптарын дәптеріңді аша бер. Есікті сындырасың, қайсың? Кір. Есікті сындырасыңдар ғой. Жай қақсаңдаршы. Ойбай, Медина, сен ба? Бұзықтың әлі қоймағасың ба? Есікті сындырайын деді, жауып кір есікті. Не ашке тағып алғасың? Шеш ашкейіңді. Көрмейді. Көзің көрмесе зрениенің ашкейін тақпайсың ба? Шеш ашкейіңді, сөз көбейтке. Бол. Әлі сол бұзықсың ба? Формаң қайда? Форма киіп ба? Сабақ біткен соң аласың ашкейіңді, отыр бар. Әлі сол бұзықсың ба? Қойсай. Ұстап келген сумкасын түрін қар. Ана сумкаңа дәптер сия ма? Иә. Ручкаң бар ма? Иә. Шығарса енді дайындалмайсың ба? Енді сабақ оқимыз ғой. 5-ші сыныпқа өттің ғой, сол әлі сол бұзықсың ба? Ой, дәптердің түрін қаранан. Маған жаза аласың ба? Иә. Ручка. Ручка алып келмейсің бе? Енді қазір карандашпен жазасың ба? Сал телефонды сумкаңа. Саған телефон алып кел деген жоқ mu сабаққа? Сал! Бұзық бұл. Ендігіде бұдан бұлай дәу сумкаңды алып, кітаптарыңды алып кел мақұл ма? Бір блокнотыңды көтеріп келе бермей. Мектеп қой бұл саған, сабақ қой. Содан қайтып. Тыныш! Неге шулап отырсың, Медина? Шығар жерем бар сабақтан. Бүгін бізге сыныпқа жаңадан оқушы келеді. Бұл қандай оқушы екен білмеймін. Тыныш отырыңдар ма? Қазір сабақты бастаймыз, ол әлі кешігіп жатыр ғой, білмеймін қандай оқушы екен. 1 сентябрь бастала салып кешігіп жатыр ғой. Медина, шығар жерем бар сабақтан, тыныш отыр дедім. Жай тыңдамайтын бұзық. Сен шығып жүрің. Ана Айнаттың асылын мектепке ауысып, басқа классқа ауысып кетіпті ғой. Сен ауыстырып жүру керек. Бұзық. Тыңдамайсың. Шулап. Бүгін бірінші сабақ, ағылшын сабағы. Әріптерді үйренеміз. Әріп қандай әріп екенін білесіңдер ма? Иә. Гүлназ айтшы сен. Гүлназ молодец, осы оқып дайындалып кетті сабаққа. Оқымысты. Осыдан үлгі алмайсың ба? Бұзық болғанша. Қандай әріп? Бұл әріп деген, ағылшынша білесіңдер ма өзі? Кішкене шамалы болса да. Өздерің аттарыңды ағылшынша айта аласыңдар ма? Мен айтайын. Кел, Гүлназ шыға ғой. Осы Гүлназ болмаса ешқайсың оқымайсыңдар ғой сабақты. Миларда дым жоқ. Қара мынаған, Медина қара Гүлназдың айтқан сен қайталайсың, тыңдап ал. Айта ғой. My name is Гүлназ. Молодец, көрдің ба? Шық енді сен, Медина. Шық. Шық. Неге отырсың, шық? Бұл тыңдамайды. Сумкасында шешпеген ғой бұл. Бастықтың қызы ма? Айт. Гүлназ не деп айт? Айтсай? Бар отыр бар. 2 қоямыз саған. Сен енді сабақтан шығасың. Түсіндің ба? Директорға айтып мектептен шығар жермесем сен оқымайтын. Не керегің бар? Келіп отырып. Енді мына алфавитті дәптерлеріңе жазыңдар. Деген әріпті жазыңдар. Гүлназ, жаза ғой. Медина, сен не істеп отырсың? Мен саған сабақ жаз дедім, сурет сал деген жоқпын ғой. Балдар бұзық болады еді. Сен қыз басың, мен не қылған бұзықсың, Кім суретін салып отырсың? Сіз. Мен суретін сүйіп саладым ма не? Айба, не мынау? Жаз. Дәптері де жоқ бұның бай. Гүлназ, дәптерің бар ма? Дәптер берші. Дәптерсіз келген ғой сабаққа.
сабаққа да дайындалып келмеген ғой. Жаз соған. Ертең дәл осылай келсең, шығар жерем сабақтан. Шудан қалай оқып атсың? Қойшы, сабақ оқып атты. Медина, шуламаймыз. Неменеге оқып атқан қыздың мешайт етіп атсың? Тыныш отырыңдар. Жаңадан келетін оқушымыз қайда? Әлі жоқ, сабақ бітейін деп жатыр. Қандай оқушы өз келе ма, келмей ма? Кім? Кім? Сен жаңадан келген оқушысың ба? Не алып жүрсің? Кешіп сабақ бітіп жатыр ғой. А? Ойбай, обедтегі сабаққа ұйықтап қалған дейсің, отыр. Сағат 3 болды ғой. 3-ке дейін ұйықтайсың ба? Ұйықтасың ба? Отыр. Шығар, дәптердегі сабақтан шығар. Уже алфавиттерді үйреніп қойық. На қыздарға көшіп жаз. Ұйықтап қалдың ба? Үйреншін айттым ба? Мен атым Медина. Танысақта, сен атың кім болады? Менің атым Хадиша. Қойшы, мен етім делікті. Ой, сен ұйқы басқысың. Жазыңдар, балалар, жазыңдар сабақтарында. Хадиша, сен неге ұйықтап отырсың сабақта? Ұйқың қанбаған болса, неменеге келдің сабаққа? Мына жаңа оқушы, қандай оқушы? Үйінде де ұйықтайды, сабаққа да келіп ұйықтай ма? Жазыңдар. Гүлназ сияқты отырмайсыңдар ма? Қараңдар, жазып жатыр. Жазсай, Медина, не істеп отырсың? Бұл өтірік уақыт өткізу үшін келеді ол сабаққа. Мына жаңа оқушы не үшін келіп алған сабаққа? Ұйықтау үшін келіп алған ба? Болыңдар, жазыңдар, жазып отырсың ба, Медина? Сурет салма, жаз дедім ғой саған. Ана Гүлназға қарасаш, Гүлназ әдемі жазып жатыр. Не істеп отырсың? Жазыңдар. Қой, мен оқым келмейді. Медина, неге бұзықшылық жазып отырсың? Тұрасың қазір бұрышқа. Тұраш, үйді демедім деді. Маса, үйінге барып ұйықтамайсың ба? Тыныш жатып ұйықтай біш. Медина, неге сабақ оқып отқан қыздарға мешайт етіп жатсың? Тұр. Сен бұзықшылық жасап бәрібір қоймайды екенсің. Бұрышқа тұр бар ана жаққа. Тұр. Апайдың айтқанын тыңдамайды екенсің. Қыдыруға келген адамға ұқсап киіп келген киімін қара. Тұрасың сол жерде, сабақ біткенше, түсіндің ба? Әй, Хадиша ме? Мына жаңа оқушының аты Гүлназ кім еді? Мына жаңа оқушының аты кім еді? Хадиша ма? Хадиша! Ұйқысы қатты ма, немене? Хадиша, тұр. Қой, сен сабақ оқымай қой, бар, үйіңе барып ұйықтасай бар. Үйіңе қайт. Директорге айту керек болды ғой. Немене? Сабаққа ұйықтау үшін келе ма, балалар? Хадиша. Ей, бар жайыңа тұр. Тұрып алып қараш, бұл бұзықтық істеп тұрған. Хадиша, тұра ғой, бар, үйіңе қайт. Болды. Хадишаға бүгін сабаққа баға қоймаймыз. Сабақта оқымайды, ұйықтау үшін келген ғой мынау. Хадиша. Ұйықтап қалды, тас қалды. Тас болдың ба, Гүлназ? Вау, молодец. Осы Гүлназда үлгі алмайсыңдар ма? Тұрсын қара бұрышта жыртайып. Тұра бер сол бұрышта. Сабақ біткенше сабақтан кейін де осы жерде тұрасың, түсіндің ба? Сол жерде тұра бер, үйіңе қайтпайсың. Қоңырау соғылды. Балалар, бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Үйімізге қайтамыз, я? Гүлназға бүгін 5. Звонок бола салып тұрғанын қарасен, Хадишаның ұйықтап. Сабақ бітті. Үйге қайтамыз деді. Ой, бір қырып бір сабақты оқыған адамға ұқсап, үйге қайтамыз деп қуанып қояды ғой. Ұйықтап кетіп жатыр сабақтан. Жарайды. Ендігіде ұйықтайтын болсаң сабаққа келмей-ақ қой, мақұл ма, Хадиша? Үйіңде ұйықтап жата бер. Ертең директорға айтпасам, мұндай оқушылар неге алады екен? Гүлназ, молодец, Гүлназға бүгін 5. Сен сол бұрышта тұра бер, мақұл ма? Саған 2 деген баға қойдым, шулаған үшін. Қара тұрсын. Болды, сен шықпайсың, класста тұра бер осы жерде. Сабақ біткен кезде менімен бірге қайтасың, түсіндің ба? Сау бол, Гүлназ. Сау болыңыз, сау болың. Ұйқыңды қандырып кел ертең, Хадиша, жарай ма? Сабаққа ұйықтау үшін келме, оқу үшін кел. Сау болыңыз, ана. Сен қаға қашып жатсың? Бер кел, Медина, кір.